Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін бір жасағаннан керемет болып шығатын сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Ең алдымен бізге қажет болады 200 грамм ұн, електен өткізілген болуы қажет міндетті түрде. Оның үстіне 100 грамм майымызды салып, және де 2 ас қасық қантымызды салып, оның үстінен разрыхителімізді салып, қопсытқышымызды, яғни крошка жасап алатын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, менің крошкам дайын. Оның үстіне бір жұмыртқамды жарып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Мінекей достар, менің қамырым дайын, қолға жабыспайды, жұмсақ қамыр болып шықты. Осы дайын болған қамырымызды салафанымызға салып 20 минутқа тұндырып қоямыз, холодильникке салып. Ендігі кезекте менде 300 грамм қаймағымызға екі жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне 150 грамм қантымызды салып аламыз. Және де ванилинімізді салып, жақсылап араластырып, қоймалжың масса дайындап алатын боламыз. Мінекей достар, менде өте керемет қоймалжың массамыз дайын болды. Ендігі кезекте мен жаңағы тұнып тұрған қамырымды алып, мұнда менде ескі силиконовый форма. Барлық торттарымның коржын осыда пісіремін. Ескі бұрынғы, бірақ корждары өте жақсы піседі, жабыспай. Мінекей менің формам дайын. Осы формамыздың үстіне жаңағы дайын болған қоймалжың массамызды құямыз. Мен бетіне әсемдік үшін үйдегі вареньемді қолдандым. Сіздер мұның үстіне шие, клубника, малина қойсаңыздар болады. Мінекей достар, енді кезекте қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Достар, мінекей менің корж сметаник тортым дайын. Үй жағдайында сіздер жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып, каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздермен болған мөлдір. Келесіде мен сіздермен өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын.